Сәлеметсіздер ме менің ютуб көрермендерім. Бүгінгі расклад орысша расклад. Бұл жерде жігіттің ойы, сезімі, нақты қадамын білеміз. Так, жігіттеріңізді естеріңізге салып, есімдерін іштей атап отырсаңыздар да болады. Қазір көрейік, жігіттің бірінші сезімі бар ма, жоқ па, соны көреміз. Жігіттің сезімі бар ма, сізге деген сезімі бар ма? Так, сезімі бар ма? Үміті бар. Екеулеріңіз екі жаққа кетулеріңіз мүмкін. Егерде кеткен болсаңыздар екі жаққа, бұл жерде екеулеріңізде үмітіңіз бар әлі. Өйткені бұл жерде ақ картамыз түсті. Барлығын жаңадан бастау өздеріңіздің қолдарыңызда тұр. Бұрынғы, яғни разрушение карта түсіп тұр ғой. Сезім суыған жоқ әлі де. Бір пауза деп ойлайсыздар екеулеріңізде. Новый начинание, яғни барлығын жаңадан бастау, қайттан сезімге оралу, қайттан отношение, яғни ара қатынасты жалғастыру картасы түсіп тұр. Әлі де екеулеріңізде екі жақта да үміт бар. Сезім, нақты сезім. Бұл жерде нақты сезім жоқ, ой ғана қалып тұр да. Бұрынғы воспоминание, қайттан жаңғырту деген сияқты. Бұл жерде екеулеріңіз екі жаққа кетулеріңіз алдағы таңда қайттан қосылу үміт бар. Яғни екеулеріңіз екі жағы қыз бен жігіт екі жаққа кететін болса, қайттан бірге қосылу деген сондай үміт бар. Так, шут картасы түсті. Бұл жерде еш нәрсені ойламау, бірақ түбінде сол адам тұр сіздің ойыңызда. Мир деген карта түсті. Екеулеріңіз екі жаққа кету, барлығы аяқталды деп ойлайсыздар, бірақ үміт бар әлі. Сезім бар деп айта алмаймын. Ойы қандай сіз туралы? Жігіттің ойы встреча, яғни кездесуді ойлайды, бірақ ешқандай бір жолды таппай жатыр кездесуге деген. Үміті бар кездесуге деген, бірақ ешқандай возможность дейміз ғой, мүмкіндік болмай жатыр. Жігіттің ойында не бар, тағы да көрейік. Сіз туралы ойын көрейікші. Жігіттің сіз туралы ойы қандай? Ойы қандай? Басқа жігіт ойлап тұр. Егер де бұл жерде болады ғой, екеулеріңіз екі жаққа кеткеннен кейін жаңағы қыз, яғни сіз басқа жігіт тауып алды деп ойлап тұр да. Бекерге жаңағыдай махаббат үштігі, яғни үшінші адам болып қалам ба дегенде ой бар. Сондай ой ойлап тұр. Енді нақты қадамын көрейік, жігіттің нақты қадамы бар ма? Нақты қадам көріп тұрған жоқпын, өйткені бұл жерде өзімен өзі кетіп бара жатқан картада. Просто үмітті, яғни жолығу, соны ойлау. Үміт, күту, сізден күтеді, наоборот. Сізден қадам күтеді. Нақты қадамды сізден күтеді. Бұл жерде сіздің хабарласпайтыныңызға да бір іштей хабарласпайды деп тұр. Кеткен адам, прошлый, өткен адам деп тұр. Император карта түсіп тұр. Императрица, королева мечей. Яғни өте ақылды деп ойлайды. Одан кейін басқа жігіті бар деп ойлайды. Қазіргі таңда менен кеткен, мені ойламайды деп ойлайды. Яғни сіз жігітті ойламайсыз, солай ойлап тұр өзі. Нақты қадам. Черная карта түсіп тұр. Қадам жоқ. Өтірік сезім, алдамшы сезім, уақытша барлығы, маған хабарласпа деп сізден бір үміт күтетін сияқты жігітіміз. Болашақта бірге болу, кездесу бар ма? Соны көрейік, бірге жігітпен болашақта бірге болу бар ма? Нақты. Қимайды, ұмыт алмайды. Ұмытам десем де ұмыт алмаймын деп тұр. Бұл жерде үміт бар, екі ойлау, білмейді.
яғни сұрақ белгі болып тұр. Негізі бұл жерде жоқ деген карта айтсам болады. Жақсы карта түсіп тұрған жоқ та. Просто сізді интернет желісі арқылы бақылайды, қиялдайды. Просто күту. Үміт үзу керек. Екі жақтан да үміт үзу керек. Ары қарай көрейік. Жігітте не болып жатыр? Қазіргі таңда көрейікші. Жігітте не болып жатыр өмірінде? Сіз ойлаған жігітте не болып жатыр? Так, шаршаңқы, жұмыс, әділдік дейді. Әділдік, справедливость карта түсіп тұр. Өте ісіне адал, еңбекқор, жұмыс, шаршау, биіктерден көріну, жұмыс барысын дамыту, финансовый жағын реттеп жүрген жігіт екен. Барлық жерде жолы ашық бұл жігіттің. Тағы да бір өзіне қомақты суммада бір машина болсын, крупный үй болсын, өзіне сондай зат алайын деп жүр. Соған еңбектен тырысып жатыр. Еңбекпен барлығы. Так, королева жезловый карта түсіп тұр бұл жігітке. Анасы түсіп тұр. Анасына көмектесу. Бұл жерде семьясында бұл жігіттің енді әке шешесі болсын, ойлайды, үйін ойлайды бірінші очередь. Көңілі қалу дейді, рыцарь дейді. Өзінің ғашығын табу, негізі бұл романтик жігіт. Сізді ұмытқысы келеді, бір жаңа махаббат күтілуде. Влюбленная встреча күтілуде бұл жігітте. Өте қиын болады деп тұр бұл отношение. Бұда да қоштасу бар дейді. Кездеседі, бірақ қоштасу бар ода да. Яғни бұл басы бойдақ жігіт. Бұл общий расклад, достар. Егер де сіздерге сәйкес келмесе, бұл сіздің раскладыңыз емес. Егер де сәйкес келетін болса, лайк басып, комментария жазып кетеміз. Енді ары қарай жалғастырайық. Умеренность деген карта түсіп тұр. Бұл жерде уақыт өте келе үйленеді. Яғни 1 жылдың көлемін көрсетіп тұр. 1 жылдың көлемі. Яғни кубковый карта. Ойлайды, жағдай, семьялы болуды ойлайды. Алдағы таңда 1 жылдың көлемі өзі солай шешіп тұр. Новая идея дейді. Тәуелді. Жаман қасиет түсіп тұр. Жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Осы жаман қасиетті жеңу керек дейді, бірақ өте қиын дейді. Может, ол карта ойнауы мүмкін бұл жігіт. Мүмкін жаңағыдай жаман қасиетті көп қой. Мысалы, айта берсек, шылым тарту, болмаса ішімдікке әуестік, соның барлығын өзі күшпен басу, жаман әдеттерден арылумен күресу. Жұмысы адамдармен жұмыс жасау дейді. Звезды карта түсіп тұр, ішінде бір уайым бар. Жалғыздықтан қорқады. Отшельник картасы түсіп тұр. Және де король мечей. Оқыған ер азамат десем болады. 1 жылдың көлемінде үйленеді. Бірақ бұл жерде бірге болу, яғни сізбен қосылу көріп тұрған жоқпын. Бұл жігіттің ойында оқыған жұмысы бар, сондай әйел адам түсіп тұр. Ақылды, өте шыдамды, сондай әйел адамды қажет етеді өзіне. Осымен менің раскладым аяқталды. Егер де сіздерге сәйкес келсе, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.